Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Қалдарыңызда Айнұр Артықбайқызы. Бүгін біз қажет намазын өтетін боламыз. Қаншадан бері менен сұрап жүретіндер. Қажет намазы ол тура таң намазының 2 ракатындай оқылады. Қажет деп өзі айтып тұр. Себебі бізге бірдеңе керек болса, бір қажет болып тұрса, біз енді Алланың пендесі болған кейін всегда бізге бірдеңе керек болып тұрады, жетіспей тұрады. Үнемі Аллаға біз жалбарынамыз, ас-сомат, біз Аллаға мұқтажбыз, Алла тағала ешкімге мұқтаж емес, иә? Сондықтан қажет намазы тура таң намазын 2 ракатындай қылып оқимыз. Ниет қажет намазы оқылады. Бұл намаз басқа намаздардан ерекшелігі мына сәждеде дұға, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның дұғаларын айта берсек болады. Мысалға, Роббана атина фид дуния хасаната ва фил ахирати хасаната ва қина газабан нар деген. Я Аллах тағалам, бізге осы дүниеде де, ақыретте де жақсылық бере көр, тозақтың отынан және азабынан сақтай көр деп сондай дұға қылуға болады. Яғни дұғаларды айта берсек болады. Қажет намазында сәждеде. Сосын дұғаларды біз қаласаңыз араб тілінде айтасыз, транскрипциясымен қаласаңыз қазақша айта беруге болады дұғаларды. Енді бұл басқа намаздың айырмашылығы осы жерде екен. Ал енді нәпіл намаздардың ішінде қажет намазы бар. Көптеген себептермен біз нәпіл намаздарын оқимыз, иә? Дұға намазы, таспих намазы бар. Менде дұға намазы шықты, тахаджуд намазы шықты. Қажет намазы енді Құдай қаласа жаңағы ауабин намазы бар, таспих намазында шығарам, Құдай қаласа Алла бұйыртса. Нәпіл намазда негізі бүкіл бақыттың барлығы сол нәпіл намазда. Нәпіл намаздарды адамдар оқыған сайын иманы күшейеді. Иман кәдімгідей күшейеді. Қосымша. Мысалы, дұға намазын оқып жүрсіздер ғой, мысалы, 2 ракат тура таң намазында қылып оқысаңыздар болады, ниет дұға намазы оқылады болды. Мен мысалы 4 ракатын оқып жүрмін. Өздеріңіз видеодағыдай көріп жүргенде 4 сүрені оқып жүрмін. Енді нәпіл намаздардың ішінде қажет намазы бар. Көптеген себептермен біз нәпіл намаздарын оқимыз. Соның бірі қажет намазы. Намаздың аты айтып тұрғандай, ісіміз алға басып, тағы басқа деген ниетпен, ісіміз алға басатындай қарыз, кредит, уайым, қайғы деген сияқты орындалмай жүрген дұға тілектеріміз, уайым, қайғымыз, соның барлығын біз қажет намазын оқитын болсақ, Аллах тағала бізге біледі ғой не керек екенін. Одан кейін жүрекпен ниет ету парыз, тілмен айту мұстахаб дейді. Қажет намазы 2 ракаттан тұрады дейді. Тура таң намазының 2 ракатындай. Білесіздер ме, нәпіл намаздың барлығында фатихадан кейін зәмсүре қосылады. Ол сүннет болып оқылады барлығы. Түсіндік қой, немесе Кәусар сүресі, Ықылас сүресі, өздеріңіз білесіздер. Аср сүресін қосасыздар ма, ол өздеріңіз. Фатихадан кейін зәмсүре. Одан кейін кез келген уақытта оқуға болады. Намаздың ішінде кез келген қосымша сүрені оқуға болады. Намаздың ішінде қандай сүре білесіз? Қысқа болсын, ұзын болсын, фатихадан кейін оқи берсеңіз болады. Зәмсүреден кейін де оқысаңыз болады, немесе фатихадан кейін оқысаңыз болады. Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам пенде Раббысына ең жақын уақыты, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтып жатыр. Пенденің ең жақын уақыты Раббысына ол сәждеде дейді. Сондықтан сәждеде дұғаны көбейтіңіздер деген хадисі бар екен. Дәл осы қажет намазында біз дұғаларды көбейтеді екенбіз. Деп айтқандай, қажет намазын оқу барысында 2 ракат намазы бар. Ықыласпен оқи отырып, шын жүрекпен, ықыласпен бізге керек болған екен оқимыз ғой соны. Сәждеде, Құранда және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сөзіне келген дұғаларды пайдалануға болады. Мен қазір 1-2 дұғаны осы видеоның астына жазып кетемін, Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның дұғаларын, және де соны жазып оқысаңыздар болады. Және Роббана атинаны да оқысаңыздар болады. Бұл намазды оқып болған соң қол жайып тілеген тілегімізді айту қажет болады дейді. Көрдіңіздер ме? Сіз еще плюс дұғада, сәждеде дұға қыласыз. Одан кейін намаз біткеннен кейін қолыңызды жайып тұрып, әуелі дұғаның шарты Аллаға мақтау айтамыз. Алланың есімдерімен, тосын-тосын көркем есімдерімен, немесе Ар-Рахман, Ар-Рахим деп 3 рет айтып, содан кейін барып пайғамбарға салауат айтып 3 рет, содан кейін барып не сұрайсыз, ухачиска, зубачискаға дейін сұраңыз Алладан, барлығын сұраңыз. Одан кейін бұл кез келген уақытта оқуға болады. Түсініңіздер, кез келген уақытта нәпіл намаз, дәрет аласыздар да 2 ракат оқып жібересіздер. Қатты бірден керек болып тұр ма, қажет намазы деп ниет қылып оқып аласыздар.
намаз біткеннен кейін тілегімізді дұғамызды айта берсек болады екен. Одан кейін қажет намазы жайлы имам Ахмед Абу Дарда радиаллаху анху мынандай хадисті келтіреді. Кім жақсылап дәретін алып, ықыласымен 2 рәкат намаз оқып Раббысынан сұрайтын болса, Аллах Тағала оны сұрағанын лезде дейді, лезде сөз жерде немесе кейінірек береді деп айтқан дейді. Түсіндік қой. Енді намаздан кейін оқылатын менен мынандай дұғалар бар. Мен өзім оқып жүрген. Енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның бір дұғасын сіздерге айтып кетейін. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Муазға әр намаздан соң оқы деп өсиет еткен дұғасы дейді. Оны білеміз. Аллахума ини аля зикрика ва шукрика ва хусни ибадатик. Мағынасы: Аллах Тағала, сені әрдайым еске алуымды, саған шүкіршілік етуімді, өзінің талабыңа сай құлшылық етуімді нәсіп ете көр. Мынаны жазып кетем. Сәждеде, сіз сәждеде тұрып осы дұғаны оқысаң, вообще күшті болады ғой. Иманыңыз күшейеді. Себебі айтып тұр, Аллах Тағала, мен сені әрдайым еске алып жүрмін. Зікірлер айтып тұрасың, салауат, истиғфар, салауат айтып тұрасың, әрдайым еске алуымды, 5 уақыт намазын тоқтатпай оқисың, оразаңды тұтасың. Одан кейін саған шүкіршілік ету, шүкіршілікте дұғасы бар, менің видеомда білесіздер. Одан кейін өзінің талабыңа сай құлшылық етуіңді, көп кетпей баса жолдарға кетіп қалмай, өзінің Аллах Тағаланың талабына сай, шын жүрекпен, таза жүрекпен, 200-лікпен емес, бір ғана жүзімізбен Аллах Тағалаға құлшылық етеміз. Болды. Соны айтып жатыр. Нәсіп ете көр деп соны сұрайды екенбіз осы дұғада. Одан кейін қазір мен сіздерге пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам тағы бір дұғасы бар еді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның айтқан дұғаларының бірі дейді. Аллахума инни аузу бика мин әлмин ла янфа ва мин қалбин ла яхша ва мин нафсин ла ташва ва мин дуғайн ла юсма дейді. Мағынасы: уа Аллах Тағала, мені пайдасыз білімнен сақта дейді. Пайдасыз білімнен сақта дейді. Қорықпайтын жүректен сақта, тоймайтын нәпсіден сақта. Естімейтін, Құдай қабыл етпейтін тілектен, дұғадан сақта дейді. Өте керемет дұға. Сонда сіз ойласаңызшы, сіз жаңағы қажет намазын оқып тұрсыз да, еще сіз дұға тілек намазы ғой мысалға ше, сол жерде сәждеде айтып тұрсыз да, Аллах Тағала, мені пайдасыз білімнен сақта, менде пайдасыз білім, мысалға исламы жоқ ішінде, иманы жоқ, мысалға вообще сіздің алып келмейтін пайдасыз білімдер болса, өміріңіздің бәрін зая кетіріп соған кетірсеңіз, бірақ вообще иманға, құлшылыққа вообще көңіл бөлмейтін болсаңыз, сол біліміңіз бір сөзбен айтқанда Аллаға алып келмесе, ол пайдасыз білім болып саналады негізінде. Сондай білімнен сақта деп тұр. Қандай білім болса да пайдалы білім болу керек та. Ол пайдалы білім деген екі дүниеде пайда болу керек та. Осы дүниеде де, арғы дүниеде. Ол не ол? Ол ислам. Ислам. Одан кейін қорықпайтын жүректен сақта дейді. Аллахтан қорықпайтын адамдар жаңағы көп қателікке барып жатады. Мысалға Аллаға ширк қосу, Аллаға қарсы шығу деген сияқты. Атеисттер көп қой ондайлар, мысалы біліп тұрып Аллаға сенбейді, пайғамбарға сенбейді. Сондай қорықпайтын адамдар ғой, Алладан қорықпайтын адамдар. Мысалға күнәсін істеп жүріп Алланы біледі бар екен, бірақ Алладан қорықпайды, сол күнәсін дальше жалғастыра береді да. Мысалға Рамазан айына дейін ішіп алып, Рамазан айында 1 ай оразасын тұтады да, Рамазан айынан кейін ішетін адамдар, ол Алладан қорықпайды. Алладан қорқатын адам, ол тек қана тамақ ішу ғана да, оның тамақ ішпеу, оның ораза болып тұр. Бұл жерде тек қана тамақ ішпеу емес. Жаңа алдыңғы видеода айтып кеткенде біз құлшылығымызды арттырамыз. Жаман істеріміз, жаман іс-әрекетіміздің бәрін тоқтатамыз, иә? Алланың разылығы үшін. Бұрынғы істеп жүрген күнәлардың барлығын тоқтатамыз, тәубеге келеміз. Тәубе, Алладан кешірім сұраймыз. Аллах Тағала, мен кешір, мен саған тәубе етемін, бұл енді оны істемеймін. Астағфирурлах ва атубу илейх деп истиғфар сол үшін айтады. Одан кейін тоймайтын нәпсіден сақта дейді. Тоймаймыз ғой, тоймаймыз. Жаңа тамақтан да тоймаймыз, ала берсем, жей берсем, киіне берсем деген нәпсілер болады ғой. Сондай нәпсіден сақта дейді. Сосын сен естімейтін, сен қабыл етпейтін дұғадан, тілектен сақта дейді. Сосын дұғаны, тілекті Алла естейтіндей қылатын болсақ, мынау бізде намаз оқып жатқан кезде рукухта самиғаллаху лиман хамидах хамд деп ішімізден айтамыз ғой, сол мағынасы не?
Аллах тағала дейді өзін мадақтаған кісіні ғана естиді дейді. Болды. Біз 5 уақыт намаз бойы соны қанша рет айтып жатырмыз, бірақ соны түсінбейміз. Сол үшін мен сіздерге айтатын, намаздың ішіндегі әр сүренің әр наны субхана роббиял а'ля, ол Раббым ең жоғары болған Раббымды пәктеп дәріптеймін. Рукуқтағы субхана роббил азим, ол Раббым өте пәк. Білесіздер ма? Әр сүренің мағынасы бар, кішкентай ғана өте керемет ана мағынасын білсең, дәмін білесің. Сондықтан дәмін білген сайын, дұға қылған кезде әуелі Аллаға мақтап айтамыз. Ла илаха иллаллахул вахдаһу ла шарика лах, лахул мульку ва лахул хамду ва хуа аля кулли шайин кадир. Нету Бога, кроме одного лишь Аллаха, у которого нету сотоварища. Алладан басқа тәңір жоқ, оның серігі жоқ. Ему принадлежит вся власть. Аллах бүкіл биліктің бәрі Алланікі. Ему принадлежит вся власть, ему хвала, оған мақтаулар болсын. И он все может. Ол барлығын істей алады Аллах тағала. Сұраған кезде, біз бір нәрсе сұраған кезде, дұға қылған кезде, күмәнмен сұрамаңыздар. Бола ма, дұрыс бола ма, болмай ма? Қабыл ете ме, қабыл етпей ме, ол дұрыс емес. Аллах тағала міндетті түрде қабыл етеді. Біз не істейміз? Сабыр күтеміз, болды. Содан кейін Аллаға мақтау айтып, одан кейін пайғамбарға салауат айтсақ, Аллахумма салли аля сайдина Мұхаммад ва аля али сайдина Мұхаммад. Аллахым Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям пайғамбарға сенің игілігімен сәлем берекетің болсын деп 3 рет айтқаннан кейін сіз дұға қылсаңыз, ана дұғаңыз прямо нұр болып барады ғой Аллах тағала, білесіздер ме? Содан кейін Аллах тағала қабыл етеді. Сондай мынау дұғалардың негізінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям дұғасының бәрі өте керемет болған. Мына дұғаның ішінде мысалы бүкіл біздің өміріміз жатыр да. Сондықтан осындай дұғаларды айта берсек болады екен. Одан кейін шүкіршілік дұғасында айтсақ болады, иә? Аллахумма ма асбаха би мин ниғматин ау би ахади мин хулқика фаминка вақтака фаминка вақтака ла шарика лак фалакал хамду ва лакаш шукр. Аллах тағалам дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям дұғасы. Мен бүгін бір нығметке қол жеткізген болсам, немесе басқа бір құлың бір нығметке қол жеткізген болса, мынау мен айтып отырған нығмет, сіздер естіп отырғандарыңыз нығмет барлығы. Ислам намаз барлығы нығмет. Су ішіп жатырсыз ба? Нығмет. 12-шіңізбен тұрып жүрсіз ба? Аяғыңызбен? Нығмет. Аллаху акбар дедіңіз ба? Нығмет. Алланы бір секундта ойлаңыз ба? Нығмет. Ла илаха иллаллах. Алладан басқа тәңір жоқ. Нығмет. Сол маған берілген нығметіңді тағы да басқа біреуге бердің ба? Аллах тағала, ол сенен ғой дейді. Ол сенен ғой. Сондықтан бүкіл мақтау тек қана саған лайық дейді. Саған тән дейді. Мағынасы сондай. Сондықтан айтсаңыздар болады. Азанда кешке 3 реттен. Және де міндетті түрде мен каналыма тіркеліп кетіңіздер, ұмытып кете беремін, осыны басында айтамын деймін да. Аллах тағала берекесін берсін. Барлығы Алланың құзырына, барлық тірлігімізді Аллаға тапсырамыз, болды. Мен шынымды айтсам оны ойламаймын да. Ұмытып та кетем. Подписаться етіңіздер деп айтатынша. Аллах тағала нәсіп етсе, адамдар подписаться етеді. Нәсіп етпесе, подписаться етпейді. Алланың бергеннен, Алланың бұйырғаннан артық ештеңе жоқ. Сондықтан, соны да айтып кетейін. Міндетті түрде тіркеліп, каналыма лайк басып достарыңызға таратуды ұмытпаңыздар. Сұрақтарыңыз болса, астына иншалла Инстаграмның ссылкасын қойып кетемін. Сол жерге сұрақ қойсаңыздар болады. Комментарий жазыңыздар. Барлықтан түсініңіздер. Мен осы 2 дұғаны қазір видеоның астына жазып кететін боламын.